Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің анимациялық сабағымызға қош оралдыңыздар. Сіздерді көргенге біз қуаныштымыз. Ондай болса, біз бүгінгі сабағымызға кірісейік. Өткен сабағымызда естеріңізде болса, мен сіздерге уәде бердім, доптың анимациясын біз точно анимациясын жасаймыз енді келесі сабақта деп. Бүгін енді сол добымызға кірісейік. Ең алдымен әдеттегенше блендерді ашқаннан кейін мына сценадағы заттарды аламыз да X-ті басып удалить етіп жібереміз. Енді бұдан кейін бұл дәстүрде болып қалады. Сол үшін дайын болыңыздар. Так, алдымен біз файлды басып link жүйесімен шақырамыз допымызды. Доп бізде D файлында collection link деген collection шақырамыз. Сол кезде бізде доп келеді. Бірақ байқасаңыздар, бұл кішкене өзгерістер пайда болған. Неге бұлай болып кетті? Яғни кішкене өзгерістер болды допқа. Енді риг жүйесінде ешқандай өзгеріс болған жоқ, бірақ доптың сыртқы келбеті көктен қызылға ауысты. Қызыл деген энергияның түсі ғой. Такой энергичный анимировать етіп отырсыздар. Энергия жинайсыздар. Так, енді мына жаққа біз collection шақырдық. Шақырғаннан кейін ары қарай естеріңізде болса, біз object-ті басамыз. Ары қарай relations, make library override. Енді бұл ригпен біз жұмыс істей берсек болады. Өткен сабақта біз pause модты өттік. Мінекеңіз ашылды доп. Енді мына жақта сіздерде мынандай екі collection пайда болады. Біреусі ball rig, біреусі override hidden деген. Мынаған сіздер мән бермеңіздер. Бұны жай үшін птичкамен өшіре салыңыздар болды. Ал мынау, ол біздегі осы ball link деген папканың ішіндегі оригинал папкасында сондай бар. Соның ішіндегі бүкіл контенттар дейді ғой. Яғни құрамындағы не нәрселер бар, соны көрсет бізге. Яғни бұның ішінде бізде ball, ара ball, яғни доптың өзі бар, және ригі бар. Сценамызда добымызды көріп тұрмыз. Мына жерде көп сүйектер тұр. Яғни бұның барлығын алдымен сіздер кірісіп, бүйтіп шұқып көргеннен бұрын сіздерге бір ескеріп кететін жағдай, ол сіздердің қолдарыңызға келген риг, кез келген риг, сонымен сіз міндетті түрде таныс болып алуыңыз керек. Өйткені ол сіздің құралыңыз. Анимация жасаған кезде сол сіз құралыңызды жақсы білмесеңіз, жұмысы да жақсы мандата алмайсыз. Егер сізде осы доптың ригін алып, өзіңіз қосап көргіңіз келетін болса, осы видеомыздың анықтамасында біз сілтеме қалдырып қойдық. Сол арқылы допты тегін түрде жүктеп алып, өзіңіз қосаңыз. Енді допты жүктеп алғаннан кейін сценаға шақырдыңыз, және көріп тұрған көрінісіңіз мынау болады. Бұны біз әрбір сүйекті қозғап, әрбір сүйектің неге жауап беретінін түсініп, оны осындай қозғалысқа жасауыма болады деген сияқты миымызға бүйтіп жоспарлай алатындай бүге шүгесіне дейін біліп алуымыз керек бұл ригті. Бұл тек қана осы допқа ғана емес, болашақтағы кез келген ригтарға сіздер сөйтіп зерттеулеріңіз керек. Ал кеттік онда. Доптың шетінде мынандай контроллерлар, яғни бұларды біз негізі сүйек қой, тек сол осы кейпі ғана басқаша болып тұр. Біз бұларды контроллерлар дейміз. Яғни осы объекттің сыртында тұрады бұлай. Бұл біздің қозғаушы көмекшіміз, яғни контроллерларымыз. Қозғап көрейік біртіндеп. Мына жасылды қозғасақ не болады екен? Мына жақта мына контроллерларды бұрады екен, жарайды. Мынаны бұрсақшы, мына доптың өзін бұрады екен қызыл. Мынау жас көк, бүйтіп бұрады. Мынау бізде root деп аталатын сүйек. Яғни біздің кез келген ригімізде, немесе кейіпкерімізде қандай да бір сүйек системасы болсын, риг системасы болсын, ода міндетті түрде root деген сүйек болу керек. Ол яғни олардың бастапқы origin десек те болатын шығар. Оны қозғау міндетті емес, бірақ бұл барлық сүйекке жауапты местоположениесін ауыстыруға болатын сүйек десеңіз болады. Root'ты бүйтіп бұрсақ болады, scale жасақ болады, G-мен қозғасақ болады. Мынаны бүйтіп бұрып көрсек болады, G қылсақ болады, жарайды. Мынау бізде R, S дейма, S демейді. G ол R-дің рөлін атқарады. N-ді басайық. Item. Мына жақта байқасаңыздар, ол location-ға lock қойып тастаған, яғни құлып қойып тастаған. Scale-ға да құлып қойып тастаған. Бұл демек, сіз тек қана rotation-мен жұмыс істей аласыз деген сөз. R-ді басып, біз бүйтіп бұра алады екен біз. Енді мына жақта жасыл, ол неге жауапты екен? Бүйтіп бұрсақ, бұл контроллерді бұрып жатыр да. Жарайды, rotation деп аталып тұр екен. Оны алдымен қоя тұрайық та, мына үстіндегі сарыны қозғап көрейік. Stretch top дейді. Міне аты шығып тұр жақта. G. Stretch and squashқа жауап беретін сүйек екен.
R десек істемейді, S істемейді. Байқап тұрсаңыздар, локейшнда ғана құлып жоқ, басқалардың бәрінде бар. Мынау stretch bottom дейді. Яғни астың жағын созады екен. Мыналар не істейді сонда? Tweak side дейді. Яғни бұл G істейді екен. R істейді екен. Scale да істейді екен. Яғни бұлар tweak bone'дар деп аталады бізде. Tweak bone дегеніміз, мысалға ол керекті формаларға келтіретін кезіміз болады. Мысалға силуетін оқытқызатындай. Сол силуетті шығаратын сүйектер ғой, қосымша. Бұлар соңына қарай жасалатын жұмыстар. Яғни бұл rotation деген сүйек жасыл осы жердегі tweak сүйектерін немесе stretch and squash'ты бұрады екен. Бұлай қарай келіп G десем, байқасаңыздар, бұл қай бағытта тұрса, сол бағытты бұратын сүйек екен. Бүйтіп бұрылған күйінде бұрсамшы. Міне байқадыңыздар ма? Доптың төбесі мен асы сол күйі тұр, бірақ формасы жалпы өзгеріп жатыр. Магия, Енді барын қайтаңыз бұрыш жасаймыз, бәрін белгілейміз. A, Alt R, Alt G, Alt S. Осындай риктармен жұмыс істеген кезде, біз алдымен кез келген анимация жасардан бұрын, біз үлкен қозғалысқа жауап беретін сүйектерді бірінші қозғап, одан кейін ары қарай барып қана детальдарына кірісуіміз керек. Сіздер бірден мына stretch top дегенді бүйтіп қозғап, бүйтіп, содан кейін барып анимация жасасаңыз, ол қиын болады. Және ол дұрыс емес болып шығады. Өйткені ол иерархия жүйесін ұстамадыңыз деген сөз. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз сүйектің мынандай 3 бөліктен тұратын жасап едік. Біреусі анасы, баласы және бауыры деген 3 сүйек болды, Сол, яғни астындағы ең үлкені ол анасы болды. Анасын ол екеуі де қозғайды. Екеуі де тыңдайды мамасын. Бүйтіп бұрған кезде екеуі де соның тілін алады. Дәл соның үстіндегі тұрған баласы былай қарай бұрса, ол бауырын бірге ертіп жүреді. Содан кейін барып бауырын бұрасақ, ол өзімен өзі ғана қозғалады. Алайда бүйтіп баласын бүйтіп, неге баласы деген, негізі ағасы ғой. Сол ағасын бүйтіп бұрған кезде інісі сонымен бірге жүреді екен. Ал мамасы қозғалса, үшеуі бірге қозғалады. Тура сол сияқты мына жақтағы иерархиямен біз бірінші қарап алуымыз керек. Қай сүйекті қозған кезде басқа сүйектер сонымен бірге ілесіп жүреді. Ең алдымен оны сіздер бүйтіп шұқып көрігіңізге болады. Мынау былай қозғаса, мынандай сүйектер бірге жүреді. Тезірек қарап көрсеңіз болады. Одан басқа мынандай бір тәсілі бар. Ол мына жақтағы outliner деген тереземізде бірінші сабақта өткеніміз естеріңізде болса, outliner-ды бүйтіп ашқан кезде ішінде мынандай жасыл түсті адам тұрады. Ол бізге риктің датасын береді. Бұны ашайық. Мінекейіңіз, ең бастапқы сүйек ол root екен. Яғни осы арматура деген мынау адамның несі тұр ғой, былай ұстап тұр ғой. Ол осы оранжевый объекттің ішінде, яғни контейнердің ішінде жасыл түсті поз деген арматураның датасын сақтайды. Оның ішінде ол root деген сүйек бар. Оны ары қарай басайық үшбұрышты, ball master деген сүйек екен. Мына жақтан біз белгілесек, осы жақтан outline, яғни 3D viewporttан белгіленеді ол сүйек. Тура ball masterді белгілесек, көрдіңіз, ол мына қызыл сүйек екен. Яғни root-тан кейінгі сүйек ол ball master. Ашамыз ары қарай rotation және ball rotation деген екі сүйек тұр. Rotation естеріңізде болса, ішінде 10 сүйектен тұратын, stretch bottom, stretch top. Енді мыналар, твиктар, барлығы кішкентай ұсақ сүйектер. Деген сияқты сүйекті өзімен бірге алып жүреді. Ол жасыл сүйек мына rotation деген. Бірақ байқасаңыз, ball rotation мен мына екеуі бір-біріне бағынышты емес. Екеуі де ball masterді тыңдайды. Яғни мына қызыл сүйек. Демек, біз осы қызыл сүйектен бастап анимациямызды жасай бастақ болады. Енді сіздер сұрауыңыз мүмкін, неге root-тан бастамасқа, неге root-ты анимерт етпейміз деген сияқты. Root-ты анимациясын жасасаңыз болады, алайда ол заттың бір мынандай минусы бар. Ол root деген ол центр мира дейді ғой, яғни сценаның ортасына тұру керек сүйек. Root-пен де көп зат істеуге болады. Мәселен айтатын болсақ, кейіпкерлердің жүрген кезінде, немесе бір жерден екінші жерге бүйтіп қозғалып баратқан кездерде, осы root арқылы біз ол қозғалысын беруімізге болады. Яғни мына доп айталық бүйтіп секіріп жатыр орында, бүйтіп айланып жатыр мына жақта бүйтіп. Тура сол сияқты бүйтіп қозғасақ болады root-ты. Яғни G, Shift Z үстіп жүретін доп болуына мүмкін әбден. Бірақ алайда ол root motion-ға қатты байланбаған дұрыс. Ол root-пен біз басқа да функциялар істеуімізге болады. Жалпы root деген өзі андай бір
Қарапайым болғанмен функциясы көп сүйек, ол туралы қалай істету керек және оны қандай орталарда істетуге болады, сол туралы біз тереңірек болашақтағы сабақтарда түсіндіріп кетеміз. Енді біз түсіндік, қандай сүйек неге жауап береді екен. Мына жақта негізі сүйектер көп емес, бірақ осы сүйектердің арасында осының өзінде де шатасулар болып жатуы мүмкін. Сол үшін біз мынандай заттар істейік. Көріп тұрғаныңыздай, мына сүйек бізде негізгі қозғаушы сүйек болатын болса, мынау второстепенный сүйек дейді, екінші сүйек яғни. Осы екеуін қалдырып, басқаларын бәрін жасырып қояйық. Яғни екеуін белгілеп тұрып, Ctrl-I десеңіз, осы екі заттан басқа барлығын белгілейді, және H десе салыңыз, вот. Осы сүйектердің басқасын барлығы өшті. Енді осы екі сүйек арқылы біз анимациямызды кіріссек болады. Одан бұрын, анимациядан бұрын ең негізгі қарап кету керекті нәрсе, ол бізде әрине сүйектің аксистары. Естеріңізде ғой, ол сүйектер әрқайсысы өзінің осында локальный осьтар болады. Сол локальный осьтары ол сіз егер білмесеңіз, сіз граф эдиторда қиналатын боласыз. Айталық, өткен сабақта өткен дегендей, әрбір объект world space-та қозғалады, яғни 3D viewport-та көріп тұрған осьтар бойынша, яғни X, Y, Z, осы үш ось бойынша қозғалатын болса, мына сүйек системасының ішінде әр сүйектің өзінің осьы әртүрлі болады. Яғни ол әлемдік аксисқа да тәуелді болмауы да мүмкін. Сол үшін әрбір сүйектің біз аксистарын бір қарап шығайық. Қайттан бағана скрит еткен сүйектерімізді қайттан шақырамыз. Ол үшін Alt-H. Енді мына жақтағы мынандай бір байқап тұрсаңыздар, қара сызықтар тұр, мынандай үзік сызықтармен. Бұл неге жауап береді десеңіз, бұл сүйектердің өзара байланысы. Яғни оны relationship lines дейді. Яғни байланыстардың бір-біріне қалай байланғанын көрсетеді. Оны егер де көздеріңізді бүйтіп ауыртып тұратын болса, яғни қарағым келмейді, менің көзім шатасып кетті десеңіз, мына жаққа кіресіз де relationship lines-ты өшіре саласыз. Сонымен сіздердің relationship line-дарыңыз жоғалып кетеді. Енді осы сүйектің датасына кіреміз де, риктің датасына кіріп, viewport display, яғни осы viewport-та көрсететін нәрсе, ішінде axis деген бар. Осы axis-ті белгілесеңіз, әрбір сүйектің өзінің осьтары белгіленеді. Тіпті егер де осыған кіруге ерініп тұрмын, мен бүйтіп кіріп, бүйтіп ашып қарағым келмейді деген жағдайда, осы сүйектің өзін белгілейсіз, R, X, Global X та тұр, естеріңізде болса мінекейіңіз. Сол жақ төбе жағында пайда болады да айтады сіздерге информацияны. Сіз қай оськпен бұрып жатсыз деген. R, X десем, байқасаңыздар, Global X пен қозғалып жатыр. Екінші рет X-ті бассам, Local X дейді, яғни түзу, дұрыс қозғалып жатыр екен. Яғни X World Axis пен бірдей қозғалады екен, Local Axis-та да. Енді Z Axis-ті көрейік. R, Z. Z, R, Z. Ол World Axis-та қозғалып жатыр. Дәл осын тағы бір рет бассам, мінекейіңіз, ол World Axis-тағы Y оськпен параллельно жүреді екен. Мінекейіңіз. Ал енді Y ось қалай қозғалады екен? R, Y, яғни World Axis, R, Y, Local Axis-та Z Axis-пен бірдей екен әлемдік. Байқап тұрсаңыздар, осындай айырмашылықтар болады. Және осы әрқайсы сүйектің өздеріне сай осындай осьтарын бір қарап шықсаңыздар абзал. Ең алдымен бізде мынандай зат бар. Жоғары жақта global деген бар. Ол яғни сізден сұрап отыр, трансформацияның ориентациясын мен қай жермен аламын деп, қай жермен есептеймін деп сұрайды. Сіз айтасыз, global болатын болса, сіз global axis-пен бірінші басқан кезде G, мысалы G, Z десеңіз, сіз global axis-пен қозғаласыз. Егерде естеріңізде болса, Y axis-пен local Z axis-і параллель еді ғой осы қызыл сүйектің. Соны біз local axis-қа қоятын болсақ, бір рет G, Z десем, бір басқаннан ол локальный Z-қа ауысты. Тура сол бағанағындай глобальный axis-та біз Z-ті екі рет басқанда local болатын еді ғой. Тура бұл жақта екінші рет бассам, ол global Z-қа ауысады. Яғни дәл осылай сіздер әр сүйектің өзіне сай осьтарын тауып алсаңыздар, өздеріңізге жұмыс істеу өте ыңғайлы болады. Так что бұл сіздердің лайфхактарыңыз десем де болатын шығар.
Ал енді Рикпен жалпы осындай ойыстарын, бұл әрбір сүйектің неге жауап беретінін біліп алғаннан кейін ары қарай енді біз анимацияға кірісе бастасақ болады. Yes, анимация. Әрең дегенде кірісетін болдық қой, иә? Ал енді қарастырайық. Алдымен пландайық. Бұл доппен не істейміз? Давайте мынадан бастайық. Допты алып, төбеге қойып, бүйтіп жіберсек, тук. Bouncing ball'ды жасайық. Яғни әрбір заттың негізі. Ол тек қана анимацияда емес, ол физикада да болады, әрбір андай механический заттарда да физиканы түсіндіру мақсатында істелінетін жаттығу. Анимациямызды жасайық. Ол үшін біз алдымен фронт вьюға келіп алайық, яғни допты біз тікелей қарайық. Ол үшін біз ионы басам, немесе апостроф дейтін жер. Фронтқа қойсақ, некеңіз допты біз алдынан тікелей қараймыз. Өткен сабақта біз айтып едік қой. Бізде перспектив бар және ортография бар. Және мына жақта мынандай бір функция қосылып тұр да. Егер ортографикта тұратын болса, кез келген уақытта мен ортасын басып бассам, ол автоматты түрде перспективқа өтіп кетеді. Соны өшірейік бірге. Ол үшін біз editқа кіреміз. Preferences, сол жақтан navigation, сол жаққа кірсеңіздер, auto perspective дегенде птичка тұр. Соны алып біз бүйтіп деп өшіре саламыз. Енді сақтаймыз, өшіреміз. Енді қайтадан басамыз апострофты. Фронт. Перспективта тұр. Мынаны бір бас жүрейік. Болды. Осын бас жүргеннен кейін бізде бұл ортография түрінде көрсетіп тұр. Айталық, допты біз біз мына жақта layout жеріне қарап отыр екенбіз. Давайте animation деген облысқа барайық. Animation деген облысқа барсақ, естеріңізде болса, өткен сабақта мына жақта камера тұратын. Біз камераны удаль деп тастағаннан кейін ол жақта не көрсететінін білмейді. Сол үшін біз былай примерно бүйтіп қойсақ болады. Некеңіз өйстіп ортография модта біз өйстіп қойып қойсақ, допты примерно көре алатын боламыз. Және бұл біздің қазіргі камерамыз десек те болады шығар. Мынаны қосып қояйық та, егер мынау өлшем керек болып жататын болса, мына клеткалар. Онда қалдырып қояйық. Бірақ мынаны өшірсем, бірге өшіп кетіп жатыр. Сол үшін мынаның ішінен мен керек емес опцияларды өшіріп тастайын. Мәселен, бізге relationship lines бағана өшіп тастағанмын. Қайта өшіре салайық. Outline selected тұра берсін. 3D курсор керек емес, яғни мына жақта өстіп тұратын 3D курсор. Визуально не стоит. Қалдырып қойға, немесе мен оны жақсы көремін, тұра берсін десеңіздер, тұра берсін. Бірақ мен оны қаламаймын, сол үшін өшіре саламын. Некеңіз. Және сүйектің тұрғаны да ол кішкене неловко дейді ғой. Сол үшін бізде сүйекті өшіре салайық. Мына жақта bones деген бар. Goodbye деп өшіре саламыз. Болды. Яғни доп тұр бізде. Рабочий пространство дайын. Енді біз мына жақта жұмыс істейміз да, мынау бізде тек қана камера рөлін атқарады. Мына жақта біздің шаригімізді алып тастайық. Басам өшіріп тастаймын. Болды. Енді бізде камера условно дайын десек те болады шығар. Енді бісміллә деп анимациямызға кірісейік. Алдымен ортографик модқа келіп алайын да, мына жақтан жоспарлайын. Допты мен қандай биіктіктен лақтырамын. GZ, Z, глобальный аксис, осы жерден дейін. Яғни доп шитта емес, біз Action Editor'да жұмыс істейік. Өткен сабақ естеріңізде ғой. New, бұл Action'ның атын мен ball, effort дейді. Ball falling деп қояйын. Және шитті бас қоямыз. Міндетті түрде біз оны регистрациясыз қояйық. Мына жақта тұрған мына қосымша сүйектерді біз алып тастай салайық. Екеуін белгілеймін. Shift H. Осы екі заттан басқан барлығын скрит етіп жібереді. Осы екі сүйек бізге дәл қазір керек. Тіптен мынаның да керек жоқ шығар, ball rotation деген. Осы доптың анимациясын жасау үшін бізге анимациядан бірнеше принциптер көмектесетін болады. Жалпы анимациядағы 12 принцип туралы естіген боларсыздар. Білмеген болсаңыздар, біздің каналда болашақта сол туралы видеолар шығарылатын болады. Ал онда ол қандай принцип десеңіздер, алдымен тайминг есептейік. Тайминг дегеніміз ол біздегі ритм, ол біздегі уақыт. Яғни доп төбеден құлаған кезде қандай ритм болу керек.
Бұл видеода біз осы допта алып осындай жоғарылықтан лақтырдық. Сол кезде бұл қандай болып түсті көрелік. Байқасаңыздар, тағы бір рет көрейік. Продолжениесі бар. Ал енді осы жерден біз по кадрға қарайтын болсақ, осы видеоны бұл жақта доп жерге тиер тиместен болып мынандай смытый кадрда көрініп тұрды. Даже если біз егерде андай тұнық кадрдан алатын болсақ, тұнық камералардан каждый кадрын түсіре алатын камералар алатын болсақ, ол мүмкін даже жерге бүйтіп тиген моментін, былай тиіп тұрған жерін түсіре алмау мүмкін. Өйткені ол өте тез болатын жағдай болғандықтан, көп камералар ол тиер тимес қатты біліне кетпейді. Ол неліктен? Өйткені камераның фреймрейті басқаша түсіреді. Сол себептен ол каждый кадр қозғалысты көрсеткен кезде осындай смытый кадрлар араласып кетеді ішіне. Біз оны смер дейміз кейде. Blur немесе motion blur немесе смер деп. Ал анимацияда, тағы бір рет қайталап кетейін, анимацияда оның барлығын біз өз қолымызда. Оның қалай жерге ұрылғанын, қалай мыжылғанын бәріміз иллюзиямен көрсете аламыз. Ал енді кірістейік өз добымызға. Альфаман өтініш сұрай тұр. Енді өзіміздің мысалымызға келейік. Анимациямызға дегенде. Анимация дәл қазір ешқандай жасалған жоқ. Енді біз айталық 10-шы кадры жерге ұрылсын. GZZ жерге қарай Ти. Байқап қарасаңыздар, мінекейін жерге тиіп тұр. Мінекейіңіз. Және 20-шы кадрда қайттан осының орнына келсін. 20-шы кадр. Дәл қазір осы анимацияны қоятын болсақ, ол мынандай түрде болады. Жаңағы мысалға келе ма? Салсып көрсеңіздер, вообще басқа да. Енді біздің анимациямыз мынандай күйде тұр қазір. Некеңіз. Адам сенгісіз болып көрінеді. Бұл қандай доп бітіп ақырын түсетті, ақырын тоқтап, қайттан ақырын көтеріп, қайттан ақырын тоқтайды. Ешқандай доп өйтпейді, дұрыс па? Физиканың заңына қарайтын болсақ, жүгінетін болсақ, бұл допты жерге қарай не тартып жатыр? Гравитация тартып жатыр, дұрыс па? Енді біздің мына добымызды былай кішкене шындыққа сай жасайтын болсақ, біз міндетті түрде физикалық заңдылықтарды қарастырамыз. Мектепте оқығандарыңыз жақсы болғаны. Енді бұл допты айталық. Мына жаққа келген кезде қандай жағдай болып жатыр? Біз оны граф эдитор арқылы ашайық. Граф эдитор ашу үшін Ctrl Tab'ты басып, некеңіз мынандай граф пайда болды. Өткен сабақта естеріңізде болатын болса, бұл қозғалыс осы Y осі, яғни бағана біз қараған болсақ, Z осі емес Y осі болатын. Ол локальный осі. Көрдіңіздер ме? G, Y, local, Y. Сол үшін бұл жақта Y location тұр, Z location емес. Енді мына жақтан битсек болады. Осы Y location белгілеп, қаған маған мынандай заттар керек емес десек, Shift H. Естеріңізде бар өткен сабақ. Мына жаққа келіп, доп ұрылады 10-шы кадрда. Мінекейіңіз қозғалыстың сызығы, ол бізге мынандай зат айтып тұрды. Мына жақтан ақырын басталып, ақырын тоқтап, қайттан ақырын көтеріледі деп отыр. Біздің бұл жақты біз тығыз болу керек. Ол үшін біз вектор сетсек болады. V және вектор. Көрдіңіз ба? Енді көрейік анимациямызды. Уже бірдеме бар, дұрыс па? Бұны біз граф эдитордан былай жеңіл түрде қарап отырмыз. Бұрында бұндай граф эдитор болмаған тұғын. Ондай болмаған кезде қалай болатын? Соны қарастырып жіберейік. V қайтан auto aligned немесе бәрін белгілеп T constant. Өткен сабақта естеріңізде болатын болса, constant дегеніміз ол тек қана кадр тұрған жерді ғана көрсетеді. Кадр өзгерген жерді ғана көрсетеді. Яғни ол тура бұрынғы классикалық немесе дәстүрлі түрдегі 2D өлшемді анимацияларда істетілетін техника. Қайттан біздің немізге келеді, допшитқа келейік. Допшитта біз 10-шы кадрға былай ұрылған және 20-шы кадр қайттан көтерілген көреміз. Доптың ақырындап түсе бастағанын біз is in немесе is out деген принципті істетеміз. Айталық доп примерно 5-ші кадрға дейін
осы жерде болса, ары қарай түскен моментте 9-шы кадрда мына жерде болсын. Есептеген кезде уже біз біртіндеп қарастыра бастаймыз. 5-ші кадрда көрдіңіз, уже өзгеше бірдеңке пайда болып жатыр. Енді 5-ші кадрда біз кішкене төменірек түсірейік. Байқасаңыздар, мына 10-ші кадрға қарай жақынырақ қозғалып жатыр, дұрыс па? Бізге ондай керек емес, демек біз төмен емес, жоғары көтеруіміз керек екен допты. Енді қалай көрінеді екен ол? Некеңіз, добымыз мына жақта болатынса, төмен түскеді, бұлай ұрылады. Енді бұл жаққа тағы да бір разрешение беріп көрейік. 7-ші кадрда біз мына жаққа алып келсек. Қайттан изин болып жатыр, байқасаңыздар. Сол себептен мына 7-ші кадрды да көтеріп, мына жаққа мынандай тайминг берейік. Некеңіз уже жақсырақ болып келе жатыр, дұрыс па? Яғни біздің қазір берейін деп жатқан ол мынандай нәрсе. Доп жерге қарайды, ұрылған кезде тук 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 деген. Сол жерге ұрылған кездегі ритмін беру. Сәл көтерсек болады үстіне. 14-ші кадрда уже жоғарыға келсе, 17-ші кадрға қарай уже мына жақта тұрады. 20-ші кадрмен өте жақын болып қалды. Мына жақтағы кадрлар санын көру үшін біз оң мен солды бассақ, ол жылжытады. Яғни мына жақтағы стрелкалар бар ғой. Соны бассақ жылжиды. Және стрелканың жоғары астын бассақ, біз алдыңғы кадрға және соңғы кадрға қарай секіреді. Некеңіз. Бұл метод тураны бұрынғыдағы болады ғой, анимациялардағы, яғни қағаз түріндегі былай қағазды қойып, осылай ауыстырғанмен бірдей болып көрінеді. Немесе мына астынан жоғарыға бүйтіп парақтар болады, қарайтын. Сондай сияқты методта. Негізін анимацияны осылай алдымен үйреніп алғандарыңыз өте жақсы. Себебі сіздер граф эдиторға қатты бетіп байланып қалмайсыздар. Яғни, қарап көрейік анимациямызда. Мына жақта тежелу болып жатыр. 9-ші кадр, 10-ші кадрда тиді. Мына 11-ші кадрды көтеруіміз керек. Яғни ол жоғары қарай пық деп ұрылу керек. 14-ші кадрда жоғары қарай көтерсек, 17 и 20. Мынаны біз 20-ші кадр деп айтып қояйық. Сол кезде Blender осы 20-ші кадрды қайта луп жасайды. Кеттік. Некеңіз енді бұл мына ұрылған моменттен бастап былай қарай көрім қозғалып жатса, осыған дейінгі мына жерде кішкене көңілге көңілден шықпай жатыр. Соны түзетіп жіберейік. Мынаның таймингін кішкене ауыстырайық. Мынаны біз үлкейтіп жіберейік кішкене. Некеңіз. Яғни бізде 10-ші кадрда жерге ұрылады, 20-ші кадр сол өзінің қалпы. Граф эдиторды ашып қарайық. Некеңіз тура сол заттың бағанағымен бірдей, бірақ алайда кішкене хаотичность бар да. Әрине кішкене хаотичность бар. Енді осыны алып, біз мынандай зат жасасақ болады. Бірінші кадр, және 10-ші кадр, қайттан 20-ші кадр бізде идеяны айтып тұрған кілттер. Сол үшін біз оны шатасып кетпеу үшін, мына жақта қазір бұдан кейін өте көп кілттер болады. Бізде мынандай маркерлар бар. Алдың сақта естеріңізде болса, M-ді басу арқылы маркер шақырсақ, дәл қазір біз түстермен осы кадрларды бояп қойсақ болады. Ол болашақта біздің шатаспауымызға қатты көмегін тигізеді. Сол үшін сіздерге көрсетіп кетейін. Бірінші кадрды, соңғы кадрды белгілеп, R деген кнопканы бассам, бұл жақта мынандай keyframe type'ты белгіле дейді. Ол breakdown ба, moving hold, extreme, jitter деп сұрайды. Бұлардың негізгі атаулары ол әртүрлі болып келіп тұр мұн жақта. Keyframe, breakdown. Бұлардың барлығын кейінгі сабақтарда түсіндіріп кетемін, әрқайсысы неге жауапты беретін. Бірақ біз мына жауап
жазуларға қатты мән бермей қояйық, бізге дәл қазір керектісі ол цвет, яғни өзіміз айыра алатындай түс талдауымыз керек. Яғни мен әдетте өз жұмыс істеген кезімде ключевой кадрларды, яғни маңызды кадрларды мен қызылмен белгілеп қоямын. Яғни ол менде қазықпен қағылған кадрлар, оларды өзгертуге болмайды деген сияқты. Ары қарай жылжытып историяны айтып тұрған кадр қайсысы, оны мен R деп көкпен белгілеп қоямын. Көк дегенім, яғни ол өзгеріс болып жатқан жер. Дәл қазір мына жақта көк, қызыл екен қатты білініп тұрған жоқ. Айда ештеңе етпейді. Осы күйінде қала беретін болсақ, біз тоже қателеспейміз. Яғни бұл бізде 3D-ның 2D секілді жасалып жатқан анимация істесек болады. Тура осының копиясын жасап, біз безиермен жасайық та. Безиер деп жасайық та, соқтап қояйық бұны. Және бағанағы осы 10-шы кадрға дейінгі кадрлардың бәрін жойып жіберейін. Одан кейін бәрін жойып жіберейін. Енді осыны алайын да мен безиерге айналдырам. Некеңіз. Граф эдитора кіріп, мынаны мен V вектор деп жүремін. Енді осы жерде мен кішкене граф эдиторды твик жасап жүремін. Ол қалай? Яғни мына жақта қозғалыстың барлығы осы дуга дейді ғой. Дуганың барлығының қозғалысы ол осының арасындағы спейсингті көрсетіп тұр. Спейсинг дегеніміз, яғни осы жердегі айталық, мына бірінші кадрдан мына жерде орналасса, екінші кадр былай жылжыды. Қазір сіздерге түсінікті болу үшін сонсыз берейін деп жатырмын да. Annotation frame 1 locked. Бірінші кадр бізде мына жерде тұр. Екінші кадр мына жақта тұр. Үшіншісі мына жерде. Төртіншісі мына жақта. И дәл солай біз осы 10-шы кадрға дейін аралықтары белгілі болады. Көріп тұрсаңыздар, осы спейсинг бұда өзгешелеу болып тұр. Егерде біз бағана өзіміздің анимациямызға келетін болсақ, мынаны мен constant деп атап қойын. Constant. Бұл жерде біз спейсингті өзіміз қолдан береміз. Яғни бағана егерде былай болып тұрған болса. Көрдіңіз ба? Кішкене өзгешелеу. Бағана мысалы 9-шы кадр мына жерде тұрса, біздікі мына жерде тұр. 10-шы кадрда осы жерге кетеді и қайтадан ұрылады. Бұл, яғни спейсингті өзгерту арқылы біз анимацияның қандай күшпен ұрып жатқанын және қандай материал екенін көрсете алсақ болады. Қайтадан безиерге барайық та, осыны біз граф эдитор арқылы қалай түзесек болады, соны қарап шығайық. Ctrl Tab. Мынаның екі тұтқасы бар. Естеріңізде болса, әрбір осындай кадрдың екі тұтқасы болады. Осы тұтқаларды манипуляция жасау арқылы мен ол спейсингті созамын, немесе кішірейтемін. Бізге созу керек жер ол мына жақ, немесе мынаны былай қарай көтерсем де болады. Айталық, былай қарай көтерсем, көрдіңіз ба? Доптың спейсингі бір-біріне жақындап жатыр. Бағана ол мына жерде тұратын болса, мынаны мен көтерген сайын ол мына жаққа қарай жақындайды бірінші кадрына. Көрдіңіз ба? Төмен түскен сайын мына бірінші ключтың тұрған жерінен, оны тұрған жерін түсіндіру үшін сіздерге мына 2D курсорды бүйтіп түсіріп қояйын да. Дәл қазір осы курсордың деңгейі ол осы кадрда тұр бірінші. Ол қалыншалықты жоғары болса, соншалықты спейсинг жақындайды. Мінекеңіз? Оп. Тура мына жағына да сондай бір сатстик көтереміз. Енді ойнатып көрейік. Қандай керемет, уже кішкене андай бір сезім сезіле бастады доптың ұрылып жатқанын. Енді бір спейсингті бір өлшеп жіберсек. 9-шы кадр мына жақта тұр да, келесіне мына жаққа келді. Көрдіңіз ба? Спейсингтері әртүрлі болды. Енді ол таймингті есептеп көрейік. Мынандай допты алатын болсақ, и мынандай жоғарыдан лақтыратын болсам,
ол мына доп сияқты бүйтіп қайттан орнына келмейді. Ол барған сайын өзінің күшін жоғалта бастайды. Лақтырып көрсетейін. Көрдіңіз ба? Мына материал басқа. Мына материал ұратын болсам, мынаған лақтыратын болсам, яғни заттың қаншалықты қатты бетке құлағанына байланысты ол энергиясын соншалықты көп жоғалтады. Тура сол сияқты мына допты біз мына жерді қатты деп елестетейік, мысалы мынандай қатты деп елестететін болсақ, осы доп қаншалықты секіруші еді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы бір рет. Окей, түсіндіңіздер ғой да? Жалпы осы тайминг дегеніміз, осы битс дейді ғой. Мына музыкадағы нелер болсын, ритмдер болсын, ырғақтар осындай бір битстарға келген кезде тук деген сияқты әртүрлі ритмдардың несін, битстарын есептейтін құрал десек те болады шығар, наверное. Енді біз осындай бір анимация істейік. Мынау дәл қазір бізде өйстіп доптың құлағанын көрсететін болсақ, мынау мысалы констант түрінде, мынау безер түрінде де. Констант түрінде, яғни ол әрине арғай жұмыс істеуге болады, бірақ біз осы безерді арғай дамыта берейік. Безер, бірақ бізде жаңа анимация жасайды дейік. Бұны біз ball falling on V2 дейсілайық. V2 безер дейік. Безер. Енді осыны кішкене таймингін үлкейтейін. Бірінші кадрда осы жақтан ұрылатын болса, ол доп жерге ұрылғаннан кейін ары қарай энергиясын жоғалтады. Энергиясын айталық осы жерге дейін. Енді бұл доп құлағанда қалай болып көрінеді? Көрдіңіз ба? Уже мына жаққа жетпейді, бірақ барған сайын ол күш жерге ұрылған сайын ол жоғала бастайды. Яғни бұл не үшін жоғала бастайды деген сұрақтар болады сіздерде да. Физиканы егерде оқыған болсаңыздар, ол жер тартылыс күші болады. Жерге тартылыс күш болғаннан кейін ол зат ұрылады, ұрылғаннан кейін ішіндегі үдеумен кетіп бара жатқан ауа, немесе ішіндегі қандай газ болсын, су болсын, сондай заттар болатын зат доптың ішінде. Ұрылған кезде сол энергия бетіп деформацияланады да қайттан үстіне қарай, сол энергияны үстіне қарай жібереді. Оған қоса ол ауа кедергісі деген зат болады. Сол себептен бұл зат барған сайын өзінің былай алдымен түскендегі үдеуін барған сайын жоғалтады да, ол энергиясы бір қалыпқа келеді. Енді 20-шы кадрда егер добымыз былай қарай көтерілетін болса, айталық 30-шы кадрда қайттан жерге түссін да. Дейсің? 40-шы кадрда уже ол басқаша әрекет етеді. Мына жерге дейін келуі мүмкін. Айталық 20-шы кадрда былай келсе, 40-та мына жерге келеді. Сонда бум, бум. Енді барған сайын ол затта, мысалы байқасаңыздар, өзінің мына траекториясы, яғни ол жерге түсетін дистанциясы азайған сайын, бұл заттың да таймингі жиілей бастайды, яғни қысқара бастайды. Қарасаңыздар. Жарайды, мынаны мысалы алмай қояйық. Мынандай айтатын болсам да, мысалы деген болуы мүмкін. Ол кезде доптың байқасаңыздар, таймингі барған сайын тез бола бастайды да, жерге тиетін дистанциясы. Өйткені ол энергия барған сайын бітіп жоғала бастаған кезде жерге жақынырақ қозғалады. Сол сияқты ең бірінші ұрылған қозғалыс ол ең үлкен болады. Кейінгісі уже возможно даже мынау 10-шы кадр емес, кішкене біп жақындаса болады. Мынандай вектор алсайшы, примерно. Яғни оның былай ұрылғаннан кейінгі төбеге шыққан дистанциясы, егерде мынандай қатты материал болатын болса, осы жерден лақтырылатын болса, айталық, мынандай жерге дейін келуі мүмкін, мына жерде болатын болса, үшіншісі мына жерге дейін келуі мүмкін, сосын барып қайттан давайте енді шынымен көрейік. Және мұны жұмсақ заттың үстіне лақтыратын болсам, көрдіңіз ба? Материалға да байланысты ол зат, осы доптың қайта шыққан несі басқаша болады. Бұл жерді біз қаттырақ зат деп елестететін болсақ, онда бұл зат қалай реагировать етеді? Ұрылсын, где-то бір 70% энергиясы сақталады.
Қайттан ұрылған кезде мына жақта өте төмен болып қалды. Кішкене көтерейік үстіне. Мінекейіңіз. Мынаны бүйтіп өше тұратын болсам, көрейік таймингімізді, мына жақ спейсингімізді. Мына жерде тұратын болса, екіншісінде былай келді. Үшіншісінде мына жаққа келді. Мына жаққа дейін келсе, енді барған сайын ол заттың энергиясы жоғала бастайды. Мынаны көкпен белеп қойын. Енді көрейік примерно. Граф эдиторға кіріп, бір қарап шайық. Граф эдиторда барлығы былай бізге көрініп тұрады. Қандай аркада құлап жатыр дегенді. Бағана біз мысалы көзбен бүйтіп есептеп отыратын болсақ, граф эдиторда біз мынау графтарды қозғау арқылы көре аламыз қай жерге түсіп жатқанын. Мыналардың барлығын біз векторға айналдырып жіберейік. V вектор. Және мына жақтан түсіп жатқан жылдамдығы емес, мына жақтан түсіп бара жатқан ең жоғарғы нүктелері барған сайын төмендеп жатқанын байқадыңыздар. Екінші түскендегісі 20-шы кадр емес. Давайте кішкене жақындатайық. Мына жері өте жақын қойған. Мына нәрселер. Мен локейшн арқылы жасап екен. Бопты. Мыналар керек емес онда. Некеңіз, локейшннан қалдыра салайық, Y локейшнда. Енді осылардың барлығы берілгеннен кейін біз кішкене осылардың спейсінің өзгертіп көрейік. Біз былай істесек болады. Әрқайсының векторына кіріп, осы хендлдарды өзгерту арқылы бағана бірінші тәсіл сияқты. Мына біріншісіне жақынырақ қылып, немесе бүйтіп көтеріп жасасақ болады, немесе мынандай тұтқалардың барлығын белгілеп, мына жақта бізде bounding box center деген бар. Соны белгілесек, бір ортадан бүйтіп үлкейтеді, немесе жылжиды, скейл жасайды, сондай. Бұны алып біз 2D курсор десек, курсор бойымен қозайды, естеріңізде болса, және мынау individual centers деген осындай әрбір белгіленген хендлдің өзінің ойсы өздеріне болады. Скейл жасасақ, тура бағанағындай зат пайда болады. Яғни осы хендлді скейл жасау арқылы мына ойсты мына екі тұтқасына теңестіре бастайды. Яғни осы дуганы мына жердегі контроллерді скейл жасаған кезде, яғни бұна екі хендлді тартып жатқан сияқты боламыз, соны тартқан кезде мына дуга бүйтіп соған қарай бой түзей бастайды. Яғни қатты скейл жасап жіберсеңіздер, ол наоборот болып кетеді. Сол үшін мына нүкте ол ең жоғары нүкте деп санасаңыздар, одан былай қарай дуга болып тұратын болса, одан қатты бүйтіп шығып кетпей-ақ қойсын. Ал енді көрейік анимациямызды. Бірдеме жетіспей тұрған сияқты. Көрейік.
жақта дугал екеуі бірдей болып кетті. Бірдей болмау керек. Енді көрейік. Осының өзі бізге жеткілікті деп қарай тұрайық. Доп былай құлап түсті. Мына жақтағы мына жерін кішкене жоғарырақ көтеруіміз керек сияқты. Яғни кейде анимация жасаған кезде мен өзім осындай звуковой эффекттермен өз аузымнан өзім шығарып, солармен кішкене таймингті есептеймін да әдетте. Сол үшін андай не үшін бүйтіп түк деп жатыр десеңіздер, сол үшін. Мына жақта тағы кішкене бір баунс жетіспей тұрған сияқты. Соны бер жүрейік. Shift-D. Ой, мынаны алайын да. Shift-D. Мына жаққа алып көсек. Төмен қарай жылжып тоқтаса болады. Көрейік енді. Мінекейіңіз, енді бізде баунсинг болдың негізгі жоғарыдан төмен қарай лақтырған анимациямыз дайын болды. Енді біз бұны қалай одан әрмен интересін жасауымызға болады. Ол үшін біз бағанағы немізді алып келейік. Контроллерімізді скрыть етіп сағыт қой. Alt-H дейікті. Осы жерден екі контроллерді қалдырайық. Ол бізде stretch bottom, stretch top дегенді. Қалғандар Alt-H керек емес. Бұл екеуі естеріңізде болса, бүйтіп созылуға және мыжылуға көмектесетін. Доптар әдетте осындай жоғары күшпен жерге қарай құлап баратса, ол барған сайын өзіне қарай үдеу алады. Яғни ол барған сайын тездей бастайды, дұрыс па? Мысалы, сіз допты 10 километр биіктіктен лақтырсаңыз, ол прям оқ сияқты тиеді ғой жерге. Ол, яғни күш барған сайын бүйтіп ауаның кедергісін тесіп өту үшін, ол бүйтіп доп домалақ болатын болса, мынандай, ол барған сайын былай сопақтала бастайды да. Ауа кедергісі бүйтіп қатты итере бергеннен, ол доп мынандай почти оқ сияқты болып кетеді. Жауынның суы не үшін бізге солай мынандай ұзын болып келеді дейсіздер? Сол андай жоғары аспаннан құлаған кезде сондай ауа кедергісінің әсерінен мынандай ұзын тамшы болып келеді. Допта да тура сондай физикалық құбылыс. Мына жақта біз екеуіне ключ қояйық. Сол созылған кезде, яғни жерге именно тиетін кадрынан бұрын бізде ол доптың деформациясы созылғанға келеді. Қатты енді жауынның суы сияқты немесе бүйтіп қатты созып жіберсеңіздер, ол кішкене рас емес болып көрінеді. Өйткені оның ішіндегі зат, жоғарыдан лақтырылған жер осындай ғана болатын болса, ол жерге тиерден бұрын бүйтіп қатты созылып кетпейді. Оның өзі біздің осы доптың ішіндегі құрамында қандай зат тұр, соған байланысты. Мысалы, ол ауа болатын болса, оның деформациясы кішкене өзгешелеу болады. Су болатын болса, кішкене өзгешелеу болады. Басқа газ болса, ішіндегі материалдардың барлығы оның әсер етеді қалай деформация болатынына. Дәл қазір айталық, ол бізде ауа дей салайық. Мынандай резиновый доп әдеттегі. Енді біз осы жоғарыдан қарай лақтыра бастаған кезде доп ең жоғары нүктесіне, яғни қозғалса болмаған нүктесінде, ол өзінің формасын сақтайды. Және жерге түсе бастаған кезден бастап, ол мынандай домалақ күйінен кішкене сопақтауға айнала бастайды. Жерге тиетін кадрынан бұрын біз сол жүрсек болады. Ал кірсек онда. Бізде 10-шы кадрда жерге тиеді, солай ғой. 10-шы емес, 9-шы кадрда біз мынаны бүйтіп сол жіберейік. Енді ключ қойылды. 10-шы кадрда біз мынандай зат түсемізге болады. Яғни доп, ол сондай үлкен жылантықпен келген кезде жерге именно ұрылған болса, не болады? Елестетіп көріңіздерші. Мысалға осындай жылантықпен келе жатыр, жерге бам ұрылды. Ұрылған кезде ол энергия, ішіндегі энергиясы немесе сусына, осының ішіндегі зат, материя, ол ауа болуы мүмкін, су болуы мүмкін, ол тегіс жерге бүйтіп соғылады. Сол кезде бізде доп мыжылады. Именно ұрылған жерде біз бүйтіп мыж жерсек болады. Сол кезде доптың импактысын көрсеттік. Яғни ол зат ішіндегі су болсын, газ болсын, қандай материя болсын, ол осындай тегіс жерге, қатты жерге ұрылған кезде формасын ауыстырғанның арқасында бізде
сквош пайда болады. Және оны біз сквош пен стретчті істеткен кезде біз оны өте абайлап істетуіміз керек. Өйткені көп адамдар шатасып оны сквош and stretch емес, оны scale and scale up немесе scale down деген сияқты болып мүмкін да. Неге десеңіздер, ол былай. Мысалы, мынау доп болсын да, андай. Енді примерно доп. Ол бүйтіп жерге қарай құлаған кезде бүйтіп сквош болатын болса, кейбір адамдар оны алады да бүйтіп осы күйі просто, мынандай күйі просто бүйтіп үлкейте салады да. Ол дұрыс емес. Өйткені мына доптың формасы көлемі ауысып кетті деген сөз. Яғни доп мынандай жерде ғана болатын болса, осындай бағанағы көлем, сол мыжылған кезде сол көлемді сақтау арқылы былай қарай созылады, былай қарай мыжылады. Яғни былай. Түсінді? Көлемін всегда сақтауымыз керек. Ал мына жердегі біздің ригімізде ол автоматтандырылған, сол үшін оған қатты уайымдамасаңыздар болады. Бірақ оны біліп жүрулеріңіз керек. Мыжылсын, келесі жоғары қарай көтерілген кезінде қайттан созылған кейпіне келсін. Ал G десек, сорына келеді. 20 кадрда өз қалпына келу керек. Енді анимациямыз қой көрейік. Көріңіз ба? Бірінші удардың эффектісі қандай екен? Енді бұны алып тастасақ қалай көрінетін еді? Ой. Мұны болмаған жағдайда қалай болатын, аны өшіп тастайын. Қосайын. Ұрылған, ең бірінші ұрылған эффект жақсы беріліп тұр ғой. Енді байқасаңыздар, мына кадрларда қатты созылып кетті да, бұл как будто андай водяной дейді ғой, резиновый шардың ішіне су қойып бүйтіп жоғарыдан қарай лақтырған кезде бүйтіп формасы өзгеріп тұрып түседі ғой, былай алмұрт сияқты болып түседі ғой. Сондай сияқты болып түсіп отыр, бізге ондай керек емес. Бізге именно соңғы кадрына қарай формасы бүйтіп өткілене бастайтынын көрсетсек жеткілікті. Давайте 9-шы кадрды біз қатты созып жүрген сияқтымыз, кішкене былайынан шықты. 8-ші кадрда мыналар отмена болсын, өз қалпында болсын, сәл ғана мырсақ болады, сәл ғана осындай ғана болды. Осы 9-ші кадрда біз тағы сәл кішкене астына жылысақ болады. Alt H. Мынаны кішкене астына түсірейік. Енді көрейік. Ұрылды. Ұрылған моментте мынау тағы да күшейтсек, добымыз андай өте не болып кетеді. Squash and stretch дейді ғой. Сошында сіз допыңыздың материалын ескеруіңіз керек кішкене. Егер айталық, мынау баскетбольный доп болатын болса, баскетбольный доп мынандай қатты деформация болмайды. Давайте мына доптың сквошын кішкене жеңілдетейік. Осылай болса да жеткілікті. Арта сәл созып жіберейік былай. Мына жақта байқасаңыздар, сіздерде көздеріңізде мынандай сопақ түріндегі кадр көбіректеу көрінуі мүмкін. Өйткені біздің мына екінші жартымызда негізінен осындай сопақ түрінде тұр. Бұл энергия астына қарай келе жатқан кезде осындай сопақ болады десек, мыжылған кезде ол былай қарай мыжылса, жоғары көтерген кезде ол энергия үстіне қарай ұмтылады. Сол себептен мынандай формаға қайттан келеді, бірақ ол өз орнына қайттан тезіректеу қалпына келеді. Сол үшін біз 12-ші кадрдан бастап уже өз қалпына келтірсек болады. Енді көрейік. Енді осылардың әрқайсының соққыларына, яғни жерге тиген моменттеріне осындай squash and stretch беріп шайық. О, 27-ші кадрда ұрылады екен. Бірақ бұл жақта да тура сол бағанағы біздің доптың астына ұрылған кезегіндей
барған сайын энергиясы әлсірей бастайды, яғни энергиясы жоғала бастайды. Мысалға мына жақта біздің stretching squash мынандай болатын болса, яғни мышкамен примерно өйстіп салайын, яғни мынандай болып тұратын болса, біздің осы 27-ші кадрда ол мүмкін мынандай емес, ол осындай болуы мүмкін, яғни былай. Тура сол сияқты біздің стретч мынандай болып тұратын болса, мына жақтағы стретч кішкене өзгешелеу болады. Ана жерге кішкене жақындатайық. Мынау граф эдитормен түзейді екенбіз ғой. Граф эдиторда мынаны кішкене жерге жақындырақ қылайық. Формасы өзгеріп тұр, мына жерден мынау и мынау қалдыру керек. Отлично. Мына жерден мыжылу керек. Ойына түсіп тұр бәсе. Көтереміз. Мына жер сәл ғана бет үстіне қарай созылса, жеткілікті. Мына жақтан бастап уже өз орнына келу керек. Мына жерде өзінің формасында болсын. Сәл ғана береміз. Сәл ғана. Жетеді. Енді ары қарай осының ұрылғандарына берсек те болады, бірақ доптың энергиясы уже жеткілікті түрде жоғалған сияқты. Сол себептен егер біз ары қарай да беріп кететін болсақ, онда добымыздың кішкене сенгісіздеу болып көрініп қалады. Өйткені алдыңғы екі ұрылған моменті ол біздің ең мықты, ең көп сквош стретч болып жатқан моменттер. Осы жерден асып түспеу керек ары қарай. Әрине, егер сырттан күштер әсер етпесе, мысалы қосымша біреуге бүйтіп ұрып жіберген кезде ол сквош болады. Бірақ алайда осы күйде болады. Бұны біз одан әрмен мультяжны қылып жасасақ болады, яғни бұны V3 деп сақтайық. V3. Бұл жақта не істейміз? Бұл жақта біз одан әрмен мыжайық топты. Осылай түрінде мыжылсын да, прям мультяжный қылып андай бір жұп-жұмсақ топ болсын бұл. Ұрылатын жерін біз бүйтіп созып жіберейік. Мына жағы бүйтіп созылып кетсін. Мына жақта келе жатқан жерінде мынандай болса. Қос жетсек болады былай. Үстіне кетіп баратсын әлі. Жоғары келген моменті мынау 34 болатын болса, осы күйінде қалады. Ары қарай тағы да мыжылған кезде тағы да кішкене мыжайық. Мына жақтан бастап уже энергиясы жоғалады да. Ары қарай ұрылса да қатты энергия болмайды, бірақ сонда кішкене сквош жасап қояйық былай. Сәл ғана болады. Уже 51-ші кадрдан бастап өз қалпына келеді. Сонда бізде мына барлығын өшіп тастайын. Мына жерде байқасаңыздар, мына бірінші сквош қатты білінбей қалды. Оны білдірту үшін былай істесек болады. Яғни бұл енді біздің экстремальный мультяжный мыжылу болып отыр ғой.
Сол үшін осы кадрды кішкене ұстасақ болады. Ол үшін біз мына 10-шы кадрды қалдырамыз. Бәрін белгілейміз. Есіңізде болса, мынау бізде скрытый сүйек, ол бізде H, яғни бүкіл денесін қозғайтын сүйек еді. Оны мен жасырып қойғам. Оны мен Alt H пен шығарып қойған қажет жоқ. Мынаны бассам жеткілікті. Осы 10-шы кадрды мен көшірейін де копиясын жасайын. Мына жерде әлі қатты мыжылмасын. Көрдіңіздер ма? Бір кадр қостым. Бір кадр қосқан арқасында бұл доп одан әрмен жұмсақ болып көрініп жатыр. Естеріңізде болса, бұл твик деген заттарды естіп қой бағана. Alt H десек, мінекейіңіз мына екі шетте тұрған зат. Осы екеуін істетіп, біз одан әрмен қатты битіп допты деформация жасақ болады. Мәселен, мына жаққа келді. Былай мыжылған кезде топтың энергиясын былай ішке қарай жіберсек болады. Так, мынаны и мынаны. Individuальный origins. Ладно. Қазірге тек қана осыны тезірек көрсету үшін битіп, екі шеттен битіп жүрсем, мыжылған кезде битіп жерге жабысып қалса болады да, битіп қатты. Көтерілген кезде кішкене мынандай дугамен көтерілсе. Ол ары қарай басқа жерде керек емес берудің. Яғни осы әрбір таймингтарды бітіп кадрларды қозғап, олардың ішіне кадрлар қосып, осындай кішкене деформациялармен эксперименттер жасау арқылы біз неше түрлі стильдегі топтардың баунстарын жасасақ болады. Мысалы, бағана біз мына V2-да ол бізде кішкене андай қаттырақ топ, бірақ сонда да кішкене stretch and squash бар доп. Ал мынада бізде экстремальный stretch and squash бар доп. Мысалы, бұлай боң деп. Ой, мына жақта қалып тұр, бәсе неге біртүрлі болып көрініп отыр десем. Егер де сіздер анимация жасалған кадрыңыз, ең бірінші кадрда ол дефолт жерде ключ қойылмаса, осындай сияқты болады да. Сіз қай жерден ключ қойып бастадыңыз, сол қалыпты сақтап қалады ең бірінші кадрда. Сол үшін естеріңізде болсын, барлық сүйектерге желательно бірінші кадрға кіл қойғандарыңыз дұрыс. Қайтадан бір көшейік. Ал онда бүгінгі сабақта біз осы bouncing ball'ды қарастырдық. Яғни доптың бір жерде секіріп, көтеріліп, секіріп түскені. Stretch and squash'тың болуы, ол жақтың таймингін есептедік. Яғни бұның барлығы сіздерге алдында мынандай болып көрінуі мүмкін. Bouncing ball қызық емес, бізге кейіпкер қозғалту керек деген сияқтыларыңыз болатын болса, оларға асықпаңыздар. Бұл кез келген анимацияда болатын принцип. Кез келген анимацияда игеру керек болатын жаттығу. Бүкіл затты осы доп арқылы біз таймингті, спейсингті беруімізге болады. Бұл анимацияның базасы. Келесі сабақтарда біз бұдан да қиын анимацияларды жасай бастаймыз. Кейіпкерлерге біртіндеп кірісе бастаған кездерде сіздер осы сабақта дұрыс түсінбеген болсаңыздар, онда кішкене бас ауыру басталады. Сол кезде үйренім керек еді деген сияқты өкініп қалмау үшін осы сабақты мұқият тыңдап, бастарыңызға тоқып алыңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, ұнатпасаңыздар, как всегда, дизлайк басыңыздар, бірақ не үшін дизлайк бастыңыздар, соны комментке жазып кетіңіздер. Фидбэк бізге әрдайым қажет. Сіздермен бірге болған Нұрбек, сіз біз болып анимация шыңын бағындыра берейік. Келесі сабақта кездескенше.